Қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге шайға үйде бар заттардан дайындалатын шоколадты маффин дайындайық. Ең алдымен шұңғыл ыдысқа жұмыртқамызды салып, үстінен қантымызды себеміз. Енді жұмыртқа мен қантымызды 2 есе көтерілгенше миксерлеп аламыз. Үстінен сүт құямыз. Сұйық майымызды құямыз. Ақырындап араластырамыз. Ұнды илектен өткізіп саламыз. Какао, қопсытқыш және аздап тұз қосамыз. Барлық құрғақ ингредиенттерді қостық, енді ақырындап араластырамыз. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Әлі де талай рецептермен бөлісемін. Бір келкі масса болған соң, формочкаларымызды алып, бөлеміз. Осындай капкейктерге арналған қағаз капсулаларға салдым. Осылай жартысына дейін құйып аламыз. Қатты толтырмау керек, өйткені піскен соң біздің маффиндеріміз өседі. Қызып тұрған пешімізде 25 минут шамасында 180 градуста пісіріп аламыз. Осымен біздің маффиндеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын. Қонақтарыңыз тез арада келген кезде үйде бар заттардан дайындалатын шоколадты маффин. Осы рецептпен менде 24 тал маффин шықты. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.